Майк Тайсон бокс әлеміндегі ең атышулы әрі қарсыластарынан қаймықпайтын спортшы. Оның өмір жолы кедейліктен шыңға, одан банкроттық пен түрмеге, соңында қайта өрлеуге жеткен ғаламат хикая. Тайсонның тағдыры мен жеңілістері, байлығы мен бағын сынаған күндері әлем жұртшылығын таңғалдыруын тоқтатқан емес. Майк Тайсон 1966 жылы Нью-Йоркте дүниеге келді. Балалық шағы қиындық пен жоқшылықта өтті. Алайда ол боксты өмірінің мәніне айналдырып, 20 жасында ауыр салмақтағы ең жас әлем чемпионы атанды. Ол WBC, WBA, IBF тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атанды. Бірнеше жыл ішінде қарсыластарын бірінші-екінші раундтағы нокаутқа жіберіп, нағыз жойқын күштің иесі екенін дәлелдеді. Тайсон мансап барысында $685 миллион дейін табыс тапты. 1988 жылы Спинкспен жекпе-жек үшін $20 миллион гонорар алды. Майк Тайсон атағы дүрілдеп тұрған кезінде бір жекпе-жек үшін $30 миллион жоғары гонорар алған. Алайда ол табысын бақылаусыз жұмсады. Майк Тайсонның автокөлік коллекциясы Rolls-Royce, Bentley, Lamborghini және Ferrari маркаларынан тұрды. Тіпті бір сапарында $100 мың жұмсаған кездерде болған. Ал үйі мен зергерлік бұйымдары бөлек әңгіме. Ол 24 бөлмелі зәулім үйге иелік еткен, тіпті алтын ванна да сатып алған. 1992 жылы Майк Тайсон зорлау қылмысы үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды. 3 жылдан соң түрмеден босатылып, боксқа қайта оралды, бірақ бұрынғы үстемдігін қайтара алмады. 2003 жылы ол $23 миллион қарызбен банкрот деп жарияланды. Бұл спорт тарихындағы ең сорақы қаржылық күйреулердің бірі болды. Зейнетке шыққан соң Тайсон киноға, подкастқа, стендапқа, бизнеске бет бұрды. Ол The Hangover фильмінде рөл ойнады. Каннабис бизнесіне инвестиция салды. Қазіргі таңда ол Hot Boxing with Mike Tyson подкасты арқылы тыңдармандарын жинап жүр. Тайсонның бренд құны қайта өсті. 2022 жылы Майк Тайсон мен Рой Джонс арасындағы көрме жекпе-жек өтті. Тайсон бұл жекпе-жек үшін $10 миллион тапты. Жанкүйерлер екі аңызды көріп ностальгиямен ерекше әсер алды. 2024 жылы Тайсон 27 жастағы YouTube жұлдызы Джейк Полмен жекпе-жек өткізді. Бұл тарихи оқиға Netflix арқылы көрсетіліп, $80 миллион астам табыс түсірді. Тайсон $20 миллион, ал Джейк Пол $40 миллион алды. Жекпе-жекте жеңіске Джейк Пол жеткенімен, Тайсонның жасы мен жігері үлкен құрметке лайық болды. Осы жекпе-жектен кейін Тайсон Флоридадан $13 миллион зәулім үй сатып алды. Онда 6 жатын бөлме, 11 жуынатын бөлме, жеке көл мен бассейн бар. Майк Тайсон тек боксшы емес, шын мәніндегі қайсар рух иесі. Ол құлдырап барып қайта көтерілді. Оның өмірі күрес пен жеңістің, даңқ пен құлдыраудың айнасы. Жеңілген жоқ, өзгерді. Майк Тайсонның өмір жолы табыс пен құлдыраудың, жеңіс пен жеңілістің, даңқ пен дағдарыстың айқын көрінісі. Бүгінде ол өзінің өткеннен сабақ алып жаңа өмір бастаған тұлға ретінде танымал. Оның тарихы күш пен қайсарлықтың және үміттің символы.